Белгілі айтыскер ақын Ринат Зайытов полиция қызметкерлеріне қатысты өткір жазба жариялап, президенттен ойына келгенін істейтін полицейлерді жұмыстан шығарып жауапқа тартуды талап етті. Өз жазбасында ақын қаңтар оқиғасынан кейін біздің елдегі полиция жұмысы титтей болса да жақсы жаққа өзгеру керек еді. Әттең, қанды қаңтарда бір мезетте жоқ болып, тығылып қалған сақшысымақтар қайта тайраңдамақшы екен. Сөзінің дәлелі мына кісі. Есімі Алмат Ерғалиев екен. Қазақтың қаршадай қызын жазықсыз, заңсыз көшеден ұстап алып, қылқындырып бөлімге сүйреген палуан. Назым қарындасымызды кабинетіне кіргізіп алып, жанында тағы біреу бар, тергеген және де тергеу кезінде мен жайлы да сұрақтар қойыпты. Білгісі келгенін ертең бетіме айтсын. Ертең бұйырса сағат 13:00-де Наурызбай аудандық полиция бөлімшесіне Назымды және бір топ тәуелсіз журналистерді ертіп барамын. Сұраймын, ол кісі баласына, қазақ қыздарына сұрауы жоқ деп айтқан кім? Қандай заңға сүйеніп қорғансыз қызға күш көрсетті? Зайытовтан экстремист жаса деп кім бұйырды? Осынша қорлыққа үндемей отыратын мал емеспіз. Қасым-Жомарт Тоқаев мырзаның уәде еткен өзгерістер шынымен басталса, погонын пайдаланып, ойына келгенін істейтін полицейлерді жұмыстан шығарып жауапқа тартуды талап етемін. Біз қойдай момын халық болғанмен, қыздарының ары мен ұлдарының намысын кірпік қақпай күзеткен қазақпыз. Жетер, 30 жыл көніп болғанбыз, деп жазды Ринат Зайытов.